Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат, және бүгін біз UFC туралы айтуымызды жалғастырамыз. Азат Мақсұм бір айлық ұсыныспен Тагир Уламбековпен UFC Баку турнирінде кездеседі. Қазақ жауынгері жарақат алған Рёджи Хоригучидің орнына шыққалы тұр. Сөзсіз, жекпе-жекке бір ғана ай уақыт қалды, және көбісі үшін Хабибтің командасындағы жауынгер бұл айқаста сөзсіз фаворит. Орыс және дағыстандық пабликтердің барлығы Тагирді оңай жеңіске жетеді деп мәз болып отыр. Тіпті біздің Қазекеңнің өздері де Азатты жеңіледі деп айтып отыр. Бірақ мен бұл оймен келіспеймін, себебі Тагир Хабиб немесе де Ислам емес, тіпті даже Умар немесе де Усман емес, Абу Бакар сияқты Далбарик деген лақабатқа ие жауынгер. Және менің ойымша Азат Мақсұм нокаутпен жеңіске жетуі керек. Сондықтан бүгінгі видеомызда Азат Мақсұм Тагир Уламбеков жекпе-жегі жайлы сөз қозғайтын боламыз. Азат неге ұзақ уақыт бойы жекпе-жексіз отырды? Бұл жекпе-жекке қалай дайындалады, және де Азат қалай жеңіске жетеді деген сұрақтарға бүгінгі видеомызда жауап беретін боламыз. Ал бастамас бұрын міндетті түрде видеоға лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Азат Мақсұм жеңіске жете ала ма? Осы жайлы өз ойларыңызды комментарийге пікір ретінде жазып кетсеңіздер болады. Және де біз арнайы UFC турнирін тікелей эфирде біздің телеграм арнамызда көрсетеміз. Сондықтан міндетті түрде төмендегі сілтеме арқылы өтіп UFC турнирін тамашаласаңыздар болады. Алдын ала рахмет. Ал енді видеомызға көшсек. Кеттік. Өздеріңіз байқағандай, Азамат спорт арнасындағы видеолар Теннис XZ-тің көмегімен шығып жатыр. Біздің достарымыздың сайтында бар ыңғайлы функция жайлы айтып кетейін. Көптеген адамдар шетелде болып жатқан спорт түрлерін Қазақстанда қалай қарауға болады деген сұрақ қояды. Теннис XZ букмекерлік кеңсесіндегі достарымыз өздерінің сайтындағы керемет функцияны еске салып отыр. Себебі Теннис XZ-те 9 спорт түрінен тікелей эфирді қарауға болады. Мысалы, атақты Лионель Мессидің Интер Майами сапындағы MLS Лига кубогы және де CONCACAF Чемпиондар кубогындағы ойындарын тамашалауға болады. Сонымен қатар Теннис XZ футболдан Германия кубогы, Нидерландиялық Ередивизия, Турция кубогы, Польша чемпионаты және де Дания елінің кубогы мен чемпионатын көрсетеді. Жалпы келе 20-дан астам турнир бар. Бұған қоса Теннис XZ-тегі достарымыз теннистегі ATP сериясының барлық турнирін көрсетеді. Алдымызда Ролан Гаррос, Уимблдон және де US Open күтіп отыр. Бұдан бөлек баскетбол, хоккей, волейбол, снукер және де үстелдегі теннистің де трансляциялары бар. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп Теннис XZ-ке тіркелгесін толығырақ білуіңізге болады. Сонымен 21 маусым күні Баку қаласында өтетін UFC Fight Night турнирінде Азат Мақсұм өнер көрсеткелі тұр. Бұның алдында 1,5 жыл бойы жекпе-жек өткізбеді. Бұған себептер көп болған. Соңғы жекпе-жегін өткен айдың ақпан айында Чарльз Джонсонға қарсы өткізді. Сол кезде барлық Азаттың жеңісіне сенімді болып, нокаутпен жеңеді деген. Және бірінші раундта барлығы жақсы болып, Джонсонды нокдаунға сүріп, жекпе-жекті алып жатқандай болды. Сол сәтте қылғындыру әдісіне шығып, финишке жақын болғанымен, екінші, үшінші раундтарда функционалкасы жетпей қалып, физика жағынан отырып қалды. Солай Чарльз Джонсон жеңіске жетіп, Азат Мақсұм мансабында алғаш рет жеңіліп қалған болатын. Осыдан кейін жарты жылға үзіліс алып, тамыз айында Абу Даби турнирінде CJ Вергарамен кездесуі керек еді. Бірақ өкінішке орай алдымен қарсыласы жарақат алды. Ал кейін Азаттың өзі де ауыр жарақат алып, жекпе-жексіз отырып қалған болатын. Осы кезде UFC матчмейкерлері Азатқа ренжіп қалды ма, былай айтқанда банға лақтырып тастағандай болды. Себебі Азат 2025 жылдың басында жекпе-жек өткізуге дайын болған. Бірақ UFC жекпе-жек бермей жүрді. Нұридин Садықов ағамызбен сөйлескен кезде кез келген турнирге, кез келген қарсыласқа шығуға дайынбыз деген болатын. Алайда UFC-дің өзі жекпе-жек бермеді. Өткен жолға Бекзат Алмаханның жекпе-жегіне дайындық барысында көмектесіп, Америкада бірге дайындық өткізіп, ұсыныс болса, аз уақыт ішінде жекпе-жекке шығуға Азат дайын болған. Бірақ сол жолы да жекпе-жексіз қалып, Қазақстанға келгенде ғана Баку турниріндегі Тагир Уламбековтың қарсыласы ұшып кеткеніне естігесін, біз дайынбыз деп UFC матчмейкерлеріне өздері шығып, жекпе-жекті алып отыр. Тагир Уламбековты біздер Асол Мабаевпен Жалғас Жұмағұловқа қарсы болған жекпе-жектері бойынша білеміз. 2017 жылы Каспийск қаласында өткен Fight Night турнирінде Асол Мабаевпен кездескен болатын. Сол кезде Тагир бүкіл 3 раунд бойы доминировать етіп, техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Қазақстандық жауынгер осыдан кейін тағы да бір рет жеңілгеніне қарамастан, қатарынан 17 жеңіс сериясына шығып, қазіргі сәтте UFC рейтингінде 8-ші орынды алып отыр. Мына Тагирден 2 сатыға жоғары. Ал Тагир болса, тағы 2 рет жеңіске жетіп, Астана қаласында өткен Fight Night турнирінде Жалғас Жұмағұловтан жеңіліс тапты. Сөзсіз, көбісі төрешілердің бұл шешіммен келіспей, біраз дау болған. Марқұм Абдулманап Нұрмагомедов та бұл шешіммен келіспей, қазақтарға ренжіп кеткен еді. Дегенмен бұл алтын зат болды. Сондықтан біздерге Тагир жақсы таныс. Жалпы менің ойымша Азат үшін бұл керемет мүмкіндік.
өзінің 3-ші жекпе-жегінде UFC рейтингінің 10-шы орын алып тұрған жауынгерге қарсы жекпе-жек өткізгелі тұр. Мысалға, мына Тагир Уланбеков 6 жекпе-жектің 2-ін ғана рейтингті қарсыласқа қарсы өткізді. Сол үшін, егер Азат жеңіске жетсе, бірден рейтингте Тагирдің орнын немесе де топ 15-тен орын алуы мүмкін. Бұл жекпе-жек қалай өтуі мүмкін деген сұрақ пайда болса, жауап берейін. Бұл өте қызық кездесу болады, және біздер Азат Мақсұмның деңгейі қандай деген сұраққа жауап аламыз. Себебі Тагир қанша жерден прикол ұстап далбарик деп атасақ та, сөзсіз топ жауынгер және бүкіл мансабындағы ең мықты қарсыласы осы Тагир болып тұр. Сөзсіз, мына Азаттың қарсыласы Тагир Уланбеков Хабибтің командасындағы адам болғасын күреске таңдау қойып, көптеген жекпе-жектерін дәл осы партерде өткізеді. Бірақ Хабиб немесе де Ислам сияқты мықты күресе алмайды. Әсіресе төменгі сатыда қарсыласын ұстап қысым жасаған кезде біраз қиналатыны бар. Сондықтан ойбай күреседі деп қатты қорқудың қажеті жоқ. Жалпы Тагир өтпелі қарсылас. Мысалы ретінде дәл осы UFC-де болған Тим Эллиотқа қарсы жекпе-жегін алсақ болады. Сол жерде Тим Эллиотта, былай айтқанда, оның грязный боец, көзіне неше түрлі заттар жасайды, қолын тығады, запрещенный ударлар тастайды деп айтқанына қарамастан, таза күресетін адам және осы Тагирге қарсы қалай жекпе-жек өткізу керек екенін барлығына көрсеткен болатын. Бұл стандартты тактика деп айтсақ болады, стандартты геймплан. Тагир күресетін адам болғасын, оған ыңғайсыз кімдер? Әрдайым қозғалыста жүретін, қысым жасайтын. Сондықтан дәл сол жекпе-жекте Тим Эллиот октагонның ортасын алды да, кімге? Тагирге жан-жаққа қозғалуға мүмкіндік бермей, әрдайым қысым жасап, прессинговать етіп, күрестен қорғанып жүрді. Соның арқасында Тагир сынып қалды да, ары қарай Тим Эллиоттың соққысына қалай қарсы тұруыма болады деген сұрақтарға жауапты көрсете алмады, жауап таба алмады. Сол кезде біз ана мемді көрген болатынбыз, Хабибтің работай далбарик, работай деп айқайлаған. Сондықтан менің ойымша, дәл осындай геймпланмен Азат Мақсұмда шықса, шынымен де сөзсіз жеңіске жету керек. Бірақ ең бастысы бірінші нөмірде жұмыс жасау керек. Октагонның ортасын бірден алып, алғашқы секундтан, алғашқы минуттан бастап Тагирге қысым жасап, прессинговать етіп, мүмкіндігінше күреске тырысса, екі қолын көтеріп, денесімен ары қарай қорғанып, таза ударник ретінде стойкада төбелессе, менің ойымша шынымен де Азат Мақсұм жеңіске жетуі мүмкін. Бірақ сөзсіз қазіргі сәтте Тагир Уланбеков барлығының көзінше үлкен фаворит болып отыр. Бірақ соның өзінде де біз Азат Мақсұмға сөзсіз сенеміз. Жалпы бұл жекпе-жекте барлығы Азаттың геймпланы, стратегиясы және тактикасына байланысты. Егер де жаңа айтқанымдай күреске ешқандай мүмкіндік бермей, қысым жасап, прессинговать етіп жүрсе, сөзсіз жеңіске жетуі мүмкін. Және де көбісі ұмытып кетеді, Азат Мақсұмның соққылары ауыр деп айтсам да болады. Бекзат Алмахандікіндей бір соққымен нокаутқа құлатпайды, бірақ соның өзінде де өзіне керек таймингті, өзіне керек жылдамдықты қолданып, қарсыласына бір-екі рет тигізетіні бар. Біз бұны Чарльз Джонсонға қарсы көрдік, анау Тайсон Эмге қарсы көрген болатынбыз, және де Брейв октагон лигасындағы жекпе-жектердің барлығында көрген болатынбыз. Сондықтан менің ойымша, бұл жекпе-жекте кемінде бір-екі рет Азат Мақсұм мына Тагир Уланбековті нокдаунға түсіру керек, және де ары қарай егер күресінен қорғанса, сөзсіз бұлай қиналмай тұрып жеңіске жетуі керек. Жалпы бұл жайлы сіздер не ойлайсыздар? Шынымен де осы тактикамен шыққан дұрыс па, немесе де Азат үшін мүлде басқаша тактика құрып, екі жауынгер арасындағы күрестегі жекпе-жекті көргілеріңіз келе ме? Бұл жайлы не ойлайсыздар? Міндетті түрде пікірлеріңізді комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Осы жерге дейін қарағандар үшін көп-көп рахмет. Міндетті түрде видеоға лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар біздің Instagram мен Telegram парақшаларымызға тіркеліп кетсеңіздер болады. Жалпы менің ойымша сөзсіз Азат Мақсұм жеңіске жетуі керек, және де біз бүкіл командамызбен Баку еліне барып, Баку емес, Әзербайжан еліне барып, Баку қаласындағы UFC турнирінде Азат Мақсұмға қолымыздан келгенше қолдау көрсетуге тырысамыз. Сондықтан сөзсіз алға Қазақстан, алға Азат Мақсұм. Біз саған бауырым сенеміз, ешқандай қобалжыма, ана жерде боламыз, қолдау көрсетеміз, бүкіл қазақ елі саған қолдау көрсетеді. Сондықтан сөзсіз Хабибтің брачкасын сындыртпасаң, вообще ұшып кетесің, рейтингке кіріп кетесің. Сондықтан еш қобалжымай, конкретно геймпланмен шықсаң, жеңіске жетесің. Ал сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.